Мысыр пирамидалары. Мысыр жерінде орналасқан ежелгі пирамидалар кешені. Бұл құрылыс осыдан 5000 жыл бұрын салынған. Ең үлкен пирамидалар Хеопс перғауынның әмірімен тұрғызылған. Оның биіктігі 147 метр. Бұл ғажайып құрылыстарды 100 000 адам 20 жыл бойы салған. Әлемнің екінші кереметі Семирамида аспалы бағы. Оны Бабылдың аспалы бағы деп те атайды. Бұл Вавилонның патша сарайындағы ең алып құрылыстарының бірі. Бұл жасанды жолмен жасалған аспалы бақ 4 қабаттан тұрады. Онда көптеген жеміс-жидектің түр-түрі және ағаштардың көптеген түрлері өскен. Кейіннен бұл аспалы бақ қабырғасын су шайып, Вавилонмен бірге құлады. Үшінші, Артемида ғимараты. Бұл кіші Азияда орналасқан Артемида ежелгі гректерде аңшылық құдайы ретінде белгілі. Бұл құрылыстың салынуы 120 жылға созылған. Бұл ғибадатханаға әлем түпкір-түпкірінен келіп, құдайға құлшылық етеді. Зевстің мүсіні. Ежелгі Грекиядағы Олимп тауында Зевс құдайға орнатылған ескерткіш. Бұл ескерткіш Зевске арналған ақ мәрмардан зәулім тұрғызылған сарайдың ішінде. Бұл ескерткіштің биіктігі 17 метр. Зевс отырған тақ түгелдей алтын және піл сүйегінен жасалған. Галикарнастағы Мавзол патшаның табыты. Біздің заманымызға дейінгі 4 ғасырдағы Мавзол патша өзіне тірі кезінен бастап-ақ мазар салуды қолға алды. Бұл құрылыс ең үздік сәулет өнерінің біріне жатады. Бұл кесене 3 қабаттан тұрады. Жоғары бөлігінде 4 атты арбада отырған Мавзол патша мен оның жұбайының мүсіні орналасқан. Атығы жер жарған соншалық, бұл кесенені ғалымдар ерте замандағы 7 кереметтің қатарына қосады. Родос алабы. Родос алабында орналасқан күн құдайы Гелиостың алып мүсіні. Бұл ескерткіш күн құдайы Гелиос аралды өз қолымен теңіз түбінен алып шыққан деген аңызға байланысты салынған. Бұл құрылыс 12 жылға созылған, биіктігі 35 метр. Мұндай алып мүсінді тұрғызуға шамамен 13 тонна қола мен 8 тонна темір пайдаланған. Александрия шамшырағы. Александрия шамшырағының биіктігі 120 метр шамасындағы 3 қабатты мұнара. Бұл мұнараның негізгі міндеті теңізшілерге жол көрсетуден басқа бекініс қызметінде атқарған. Екінші қабатында 8 қырлы мұнарадан тұрады. Бұл шамшырақ өз заманындағы өнер мен ғылымның ғажайып үлгісі болып табылады.